Қазақ қыздарының басына үкілі сәукеле киіп, құлағына сырға тағып, саусағына сақина, білегіне білезік, беліне белдік буынып, шашына шашпау тағуы олардың парасатының биіктігі және эстетикалық талғамының жоғары екендігін көрсетеді. Қазақ дәстүрі бойынша қазақ қыздары мен келіншектері әшекейсіз жүруі әдепсіздік санаған. Өйткені тек қана қаралы күндерде әйелдер әшекей тақпаған. Сондықтан қазақ қыздары бала жастан бастап өмірінің соңына дейін әшекей бұйымдарды тағып жүрген. Әшекейсіз әйел жапырақсыз ағашпен тең деген нақыл сөз бекер айтылмаса керек. Халық арасында қашанда әйел көркі шаш, шаштың көркі шолпы деп айтады. Шолпының жағымды дыбысы сыңғырлаған күлкісіне сылдырлаған шолпысы үн қосар деген халық мақалы осының дәлел болса керек. Қызға қырық үйден тыю деп қыз тәрбиесіне аса жауапкершілікпен қараған ата-бабаларымыз қыздары таққан әшекей моншақтарға және оның мән мағынасына да үлкен назар аударған. Және де қымбат әшекей бұйымдарды тағудың өзіндік қағидалары бар. Мысалы, шолпы шашпау таққан қыздарға секеңдеп қатты жүгірме, шолпыңның дыбысы қатты естілсе, сені әдепсіз қыз деп есептейді деп зекіп отырса, тағы да шашыңды жайма, шашыңды жинап жүр деп ескертіп отырған. Ата-бабаларымыз адамның шашын жерге тастамаған. Әйел шашының ұшында тіршіліктің күш-қуаты бар деп қыз балалардың шашын кеспей, бұрым етіп өсіріп, оның ұшына шолпы шашпау тағып отырған. Шолпыны әу бастан қыз-келіншектер қара ниетті тылсым күштерден қорғану үшін таққан. Және де қыз-келіншектер шолпы шашпау тағу арқылы тамаша жүріс-тұрысқа және де бойын тік ұстауға әдет қалыптастырған. Шолпы шашпау құрамындағы металл бөлшектері найзаның ұшы, конус, қоңырау пішінді және күмбез шар пішінді болғандықтан олардың барлығы өсіп өнудің, ұрпақ жалғастырудың, бақыттың, байлықтың символы деп есептеген. Ал шолпы мен шашпаудың айырмашылығына келсек, шолпыны қақтаған күмістен үшбұрыш етіп тұмарша жасап, етегіне сөлкебай, салпыншақ тиындарды орнатады. Шолпыны шаштың ұшына тағады. Ал шашпау бұрымның түбіне ілініп, қара баулар арқылы шашпен бірге өріледі. Тіпті қазақ халқында қыз балалардың шашын шаң тозаңнан қорғау үшін шашқап кигізіп қойған. Шашқап дегеніміз қыздың екі бұрымының үстіне жібек торқа маталардан кестеленіп және алтын күміс әшекейлермен безендірген тамаша желкеден етегіне дейін түсіп тұратын әрі сәндік, әрі шашты шаң тозаңнан қорғайтын сәндік бұйым. Адам жанының бір ұшы шаш арасында болады деген наным қалыптасқандықтан шашты кесуге және тарағаннан кейінгі шашты жерге тастауға болмайды деп санаған. Біреудің шашын қолыңа түсірсең, ол адамның күш-қуатының бір бөлігіне иелік ете аласың деген наным сенім қалыптасқан. Және де басқа ұлт өкілдерінің шашын қолыңа түсірсең, ол ауырғанда және бала туатын әйелдердің толғағына көмектеседі деп есептеген. Қазақ дәстүрінде баланы қырқынан шығарғанда алғашқы қарын шашын жерге тастамай, оны шүперекке орап үшбұрыш тұмар ретінде баланың киіміне тағып қойған. Немесе оны көрінбейтін жерге сақтап қойған. Көрдіңіздер ме шашқа қатысты және шашқа тағатын әшекей бұйымдар туралы көптеген мағлұматтар алдыңыздар деп ойлаймын. Егер де сіздерге ұнаса, менің YouTube каналымдағы видеоларды көріп, ұнатсаңыздар лайк басып, YouTube каналыма тіркеліңіздер. Сіздермен бірге болған мен Бахаргүл Төлеген қызы. Назарларыңызға рахмет.